Қымбатты көрермен, біз бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Тақырыпты әрмен қарай тереңдету үшін студияға арнайы меймандарымыз келіп отыр. Таныс болыңыздар, Ақтөбе облыстық мамандандырылған физика-математикалық мектеп-интернатының физика пәні мұғалімі Бегдолла Жалғасбайұлы және де оқушылар Қармыс Мұстафа, Итемген Диас және де Расул келіп отыр. Ендеше, қош келдіңіздер. Көңіл-күйлеріңіз қалай? Керемет. Жақсы, керемет. Сұхбатымызды бастамас бұрын сіздерді кеше ғана өткен жарыстан бас жүлде алғандарыңызбен шын жүректен құттықтаймын. Жалпы жарыс қалай болды, кімдер қатысты, сол туралы толығырақ айта кетсеңіздер. Қандай пән бойынша өтті? Жалпы жарысымыз осы Алматы облысындағы Бөбек ғылыми практикалық білім беретін обсерваториясының ұйымдастыруымен өткен, қашықтан өткізілген жарыс болатын. Оған әртүрлі Қазақстанымыздың облыстарына Алматы, Талдықорған және Тараздан, Шымкенттен қатысқан болатын. Және біздің облысымыздан да осы Ақтөбе облыстық мамандандырылған физика-математикалық мектеп-интернатынан бір команда Ақтөбе облысының намысын қорғаған болатын. Және өздерінің өнерін көрсетіп, үздік нәтиже көрсеткен болатын. Бұл демек командалық жұмыс, е? Командалық жұмыс. Енді қарсылас ретінде қай команда сіздермен бір бәсекелес болды? Негізін айтқанда, бізден бірінші турдан бері бізден Шымкент командасы, екінші Дарын мектеп-интернаты, бізден иық теңестіріп бірге келе жаттық. Бізден негізі олар бірде келе жаттық. Финалда біз өз өнерімізді өте жақсы көрсетіп, оларды осып кеттік. Тамаша, керемет жетістік. Енді жалпы мектеп туралы қысқаша ақпарат беріп өтсеңіздер, жалпы енді басқа мектептерден айырмашылығы неде? Қандай пәнге бейімделген? Жалпы біздің облысымыздағы мамандандырылған мектептердің қатарына жататын мектеп Ақтөбе облыстық мамандандырылған физика-математикалық мектеп-интернаты 6-шы сыныптардан бастап қабылданады, арнайы емтихан түрінде, және физика-математика сабақтарынан тереңдетіліп оқытады. Жалпы біздің мектебіміз сонау 1996 жылдан бері негізін қаланған. Басшымыз Тілеумағамбетов Қарағаз Еңсенқызы, және біздің мектебімізде үздік мұғалімдер, педагогтар қызмет етеді. Ыбырай Алтынсарин төсбелгісінің иегерлері, Таңатарова Ұштап, Саржанов орынбасары, Есенғали Бауыржан ағай бізде осындай облысымызға, республикамызға еңбегі сіңген педагогтеріміз қызмет етеді. Сол педагогтерден үздік білім алған оқушылар осындай әртүрлі жарыстарға, сайыстарға, республикалық, облыстық деңгейдегі жарыстарға қатысып, жүлделі орындарға ие болып жүр. Соны атап өтетіндей, республика бойынша ұйымдастырған астрономиялық астротурнирдің нәтижесінде біздер осы жерге келіп отырмыз. Ал енді жігіттерге қоя кетейік, жарыстың ерекшелігі неде болды? Сіздерге қай тұсы қиынға соқты, немесе оңайырақ болды? Яғни жарысымызды өткізген бізде астрофизика ғылымдарының докторы, яғни Нұрзат Абдибек қызы болған. Яғни жарысқа көптеген 22 команда қатысты. Көптеген қиын, біз үшін күрделі командалар болған, яғни мысалы республикалық физика-математикалық мектепте қатысқан, соның ішінде яғни Қырғызстан республикасы да қатысқан болатын. Жарыс өте қиын болған, яғни бізде өте аз уақыт арасында бізге полноценный бізде жобаларды жазу түнімен, яғни оны презентация қорғап, яғни өзіміздің білімізді көрсету керек болған. Сол жері өте қиын болды, және де бізде графигімізде өте тығыз болғандықтан бізге кейбір жерлерде бізге дайындық жетпей жатты, бірақ та өзіміздің ойымызда, яғни ғылыми білімімізді қолданып, яғни біз өз орнымызды алып шықтық гран-приді. Енді Айбек, бұл қосып кетіңіз. Осы жерде айта кетейін, бізге осы тұрғыдан алғанда физика, математикадан және басқа сабақтардан да жоба қорғап, осы олимпиадаларға қатысып жүргеннен кейін бізге қатты қиын болған жоқ. Өзіміздің сөзімізді айтып, өзіміз негізі физикадан өткен білімімізді қолданып, математикадан өткен білімімізді қолданып, жақсы өнер көрсеттік. Осы бізге көмектесті. Енді Расулды сөзге татайық, үндемей қалды дегенмен де жалпы үндемеген осы бір кейбір мәселелерде өзінің бір оңтайлы пікірлерін айтып алға шығып жатады. Жалпы Расул, осы ретте енді бұл физика пәні ғой, физика пәні негізінен. Жалпы осы пән сені несімен қызықтырды, жалпы осы физика таңдауына? Біріншіден мұғалімдер. Мұғалім өте қызықты,
жаңағы заттарға тартады. Яғни мен сөйлеп кетейін, яғни физика және астрономия ғылымдары, яғни ең соңғы жаңалықтар әлемдегі именно осы салаларда болып жатқан болатын, және осымен бізді өте қатты қызықтырды. Яғни бұл пәндер әрқашанда алдыда жүретін болған, яғни адамзатты әрқашанда алдыға тартатын осы ғылымдар болғандықтан бізге өте қызықты, және де біздің мектеп ұжымына да көп рахмет. Осындай қызықтыру шаралармен айналыстыратындарына, осындай жарыстарға қатысуға мүмкіншілік беретіндеріне, және де яғни негізіне айтқанда біздің мектептің мұғалімдері сабақты өте керемет бергендіктен біздің қызығушымыз 2 есе артады. Жалпы мектебіміз физика мен математиканы тереңдетіп оқытылғансын, енді мүмкіндіктер бар балдарға, жарыстарға, жалпы әртүрлі шараларға қатысуға мүмкіндіктер бар. Өзге мектептер, яғни аптасына физиканы 3 рет өтетін болса, бізде физика аптасына 10 рет болады, яғни қосымшаларды, және де жеке сабақтарды қосқан кезде, яғни бізде жеке консультациялар да болады. Бізге сол үшін физика оңайырақ беріледі деп ойлаймын. Жалпы енді есепке, санға жақындық ол қаннан да берілетін сияқты, мұғалімдердің де әсері бар, қызығушылық танытып жатсыздар. Жалпы өз отбасыларыңызда, мысалға математикаға жақын кім? Сіздерде осы бағытқа өздеріңіз қызығушылық таныттыңыздар ма? Есеп, қисапқа? Менің үлкен атам негізінен соғыс кезінде математик болған, физик болған. Ол кезде ұстаздар аз болған, ол білімді болған. Отбасында білімділер бізде өте көп. Осы атап айтқанда физикадан Базаргүл деген әжем бар, және де оның күйеуі бар. Бізде отбасымызда Орынбасаровтарда математиктер өте көп, ол қан жағынан да берілді деп айта аламын. Тамаша, керемет. Мен, яғни мамамның, яғни өзінің атасы да, яғни партияда өте жақсы должностьта болған, яғни өзінің білімділігімен, және де қазір мен мамамның ағасы, яғни ол бізде Жұбанов университетінде, яғни профессор должностында жүріп жатыр, яғни Сартапанов Шайшылық ағай, және де басқа да көп менде, яғни туыс араларында математика, физика, ұстаздар қауымы дейсің ғой. Соның барлығы соның ішінде математиктер, дарыған. Ал енді Расул, Сізде кім профессор? Профессорлар жоқ, бірақ әже атам жаңағы физика, математикаға жақын болған, мені соған тартып физика, математика, физматқа. Бұл енді сіздер үшін алғашқы жеңістердің бірі ме? Негізінен астрофизикадан айтқанда алғашқы жеңістеріміздің бірі, ал оның алдында физикадан, математикадан және информатикадан басқа да пәндерден жүлделі орындарды алып жүрдік. Жалпы облысымыз бойынша, республика бойынша ұйымдастырылған көптеген жарыстарда қатысып жүлделі орындарға ие болып жүр. Ал ол астрофизикаға байланысты ең алғашқы жеңістеріміздің бірі болып табылады. Енді бүгінгі тақырыпқа сай жастардан сұрайық. Енді оқушылардың өзінің бір ойы озық болып тұрады ғой қашанда. Мұғалімдердің алдынан көрініп жатады. Кейбір тұстарда әсіресе енді әлеуметтік желіге байланысты жақтарын оқушылардан үйренетініміз бар. Енді әлеуметтік желінің, жалпы әлеуметтік желі бүгінгі тақырып, әлеуметтік желі пайда көзіме, табыс көзіме. Дәл осы тақырыпта өздеріңіздің ой пікірлеріңізді естісек. Жалпы әлеуметтік желіні пайдамызға, яғни кәсіпкерлікке айналдыруға бола ма? Кәсіпкерлікке әрине, яғни мен ойымша әлеуметтік желілер ол бізде маркетинг жағынан ең оңай, ең қолжетімді, өзінің, яғни кәсібінде, өзінің ісінде алға тарту үшін ең оңай жол деп ойлаймын. Яғни әркім өзінің ісім болсын, товарым болсын, яғни осы әлеуметтік желіде оңайырақ рекомендовать ете алады деп ойлаймын. Қай желі қолданушысыздар өздеріңіз? Біздер TikTok'ты қолданамыз әрине, Instagram, Facebook деген үлкен желілерді қолданамыз. Расул, сен үшін қандай әлеуметтік желі пайдасы бар? Өзіңнің бір дүниеңді сатып немесе бір керемет жобаңды көрсетіп, халықпен бөлісіп, оң пікірлеріңді алып жүрсің? Жаңағы Мұстафаның TikTok, Instagram бөкі. Яғни бізде өзіміздің жеңісіміз болсын, яғни қуанышымыз болсын, ол яғни бізде Ақтөбе дарын парақшасына салатын болғанбыз, яғни ол бізде. Қуаныштарыңызды сол жақта бөлісіп жатасыздар, иә? Ал өзіміздің заттарымызды сату үшін көптеген, яғни бізде қосымшалар бар. Яғни ол OLX болсын, яғни ол Instagramда да өзінің оқырмандарына, яғни рекомендовать етуге болады. Жалпы енді жігіттерді түсінгенім бойынша қазіргі таңдағы әлеуметтік желілердің барлығын қолданасыздар, иә? Енді мектеп қабырғасын аяқтағаннан кейін студенттік шақта кім боласыздар? Болашақ мамандықтарыңыз?
әрине мен өзімнің мамандығымды, болашақ мамандығымды физика математикамен байланыстырғым келеді. Технический жағынан барғым келеді. IT маманы, иә? IT маманы немесе инженер болсын, осы физика математика байланысты. Менде бұл сұрақ яғни 10-шы сыныпта оқыған болсын көп мазалап жүр, яғни менде көптеген варианттар бар, яғни біріншіден мен бірінші инженер де болғым келеді, яғни қазіргі дамып жатқан IT саласына да өз үлесімді қосқым келеді, алайда өзім яғни бала кезімде армандап жүрген, яғни пилот болуға армандап жүрмін. Тамаша, керемет. Расул? Мені бұл сұрақ 8-ші класстан бері мазалап жүр. Бірақ Ерте мазалағаны кейін Расулды. мен әлі шешкен жоқпын кім болатынымды. Бірақ әйтеуір Бірақ 8-ші класстан бері ойланып жүрсіз, иә? Бірақ әлі тамаша, керемет. Енді болашақта бәлкім IT маманы болып, әріптес боларсыздар, немесе пилот болып бір-бірге сапар шегетін шығарсыздар деген ниеттеміз. Жалпы алдағы уақытта қандай да бір ойлаған жоспарларыңыз болатын болса, алға бассын дейміз. Енді сәттілік тілейміз, алда жарыс болатын болса, осындай бір толағай табысқа жетіп, қуанышты жаңалықтармен біздің студияда бөлісуді жақсы. Тек қана сәттілік тілейміз. Рахмет. Қымбатты көрермен, біз бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Енді бүгінгі тақырып әлеуметтік желі табыс көзіме. Дәл осы тақырыпты кеңірек тарқату үшін енді арнайы бейнематериал әзірлеген болатынбыз. Жалпы әлеуметтік желінің тарихы туралы келесі бейнематериалға зер салайық.